сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін ас-көктің қандай пайдасы бар және қалай тұтынуға болады және қалай сақтауға болады, сол туралы толық мәлімет беріп өтеміз. Алдымен бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ас-көк қандағы қантты реттейді. Ас-көк тұтыну инсулинді түзуін арттырады. Қандағы глюкозаның кенеттен көтерілуіне жол бермейді. Зерттеулер ас-көктің қант диабетін емдеуде, оның алдын алуда маңызды орын алатынын көрсетті. Жүрек денсаулығын қорғайды, жүрек денсаулығын сақтауға және инсульт қаупін азайтуға маңызды рөл атқарады. Сүйектерді күшейтеді. Ас-көкті тұтынғанда кальцийдің сіңу процесі артады. Сүйек остеопорозы, сүйек жоғалуы сияқты созылмалы аурулардың алдын алуға көмектеседі. Инфекцияның алдын алады. Антиоксидант пен С дәрумені құрамы көне заманнан бері ас-көктің микробтармен күресу және ағзаны инфекциядан қорғау үшін күшейтеді. Ас-көк жапырағы микробтарды денеден алыстата отырып, жараларды емдеуде маңызды рөл атқарады. Жөтел, суық тию, әлсіздік, шаршау сияқты мәселелерге қарсы жалпы жанданып қалпына келтіруге көмектеседі. Ас-көк иммунитетті көтереді. Иммундық жүйені күшейтеді. Ас қорытуды қолдайды. Салауатты ас қорытудың маңызды бір рөлін атқаратын ас-көк ферментативті белгілі бір ісіну, іштің кебуі, ісіну сияқты асқазан және ас қорыту проблемаларында алдын алуға көмектеседі. Ауырсынуды жеңілдетуі мүмкін. Қабынуға қарсы және ауырсынуды басады деп есептеледі. Әсіресе буын қабынуы мен буын аурулар кезінде тиімді болатын ас-көк қабынуға қарсы емдеуде қолданады. Бұлшықет спазмы мен бұлшықет ауырсынуы жеңілдету үшін диетаға ас-көк қосуға болады. Тыныс алуды жеңілдетуі мүмкін. Ас-көк тыныс алу жолдары проблемалары бар адамдар үшін маңызды. Суық тию, жөтел, тамақ ауруы, тұмау сияқты мәселелерге қарсы маңызды рөл атқарады. Өкпеде, кеудеде және мұрын қуысының қақырық бөлшектерін жұқартып қопсытады. Ас-көк балғын тыныс береді. Ас-көк дәндерінің пайдасы тыныс алу арқылы сезінуге болады. Ас-көк ұйқыға көмектеседі. Ас-көк жапырағының белсенді ингредиенттері мен В тобындағы витаминдерінің арқасында ұйқысыздыққа қарсы тиімді болуы мүмкін. Сондай-ақ стресс гормондарының деңгейін де төмендетуге көмектеседі. Стресс деңгейінің төмендеуімен тыныш және сапалы ұйықтай аласыз. Сондай-ақ ас-көктің депрессияға қарсы әсері де бар екені белгілі. Ас-көк салмақ тастауға көмектеседі. Жаңа кесілген ас-көкті салаттар мен тағамдарға қосуға болады. Ас-көк салатты ретімен майдалап турап, ас-көкті ақ желкен және жалбыз сияқты шөптермен араластыруға болады. Оны көп лимон және аз зәйтүн майымен тәттілеуге болады. Ас-көкті қияр туралған айранға қосуға, пісірілген балық тағамдарына қолдануға болады. Пісірілген картоп сияқты түбір көкөністерге дәмдеуіш ретінде пайдалана аласыз. Егер сіз кептірілген ас-көкті қолданғыңыз келсе, оны шөп дәріханасынан сатып алу керек. Бірақ есіңізде болсын, кептірілген ас-көктің таза ас-көкке қарағанда дәмі ащылау және күшті болады. Сондықтан мөлшерді пайдалана білу керек. Ас-көкті қалай сақтауға болады? Жапырақтары сары емес, қою жасыл түсті ас-көк шоғырын алыңыз. Содан кейін оны қағаз сүлгімен еркін орап, тоңазытқышқа ауа өткізбейтін қапшыққа сақтаңыз. Ас-көкті осылайша 2-3 күн бойы таза сақтай аласыз. Кептірілген ас-көк тазасын қарағанда ұзақ сақтауға болады. Сондай-ақ ас-көкті алған бойда жуып кептіріп, тез мұздатуға болады. Мұздатқышта салмас бұрын оны ауа өткізбейтін қапшыққа салыңыз. Достар, біздің каналымыз ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраша белгісін басуды ұмытпаңыздар.
алдағы уақытта пайдалы әрі қызықты мәліметтермен бөлісетін боламыз